Бүгін сіздерге восточный пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Достар, міндетті түрде біздің каналға подписаться кнопкасын басыңыз, қоңырауша белгіні басыңыз, және лайк басып, комментарий жазыңыз. Бізге қажетті заттар маргарин, жұмыртқа, қант және қоқсытқыш керек. Осылардың барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Басында осылай қасықпен араластырдым мен. Сіздер қолмен де араластыруларыңызға болады, ыңғайлы болса. Осылайынан жақсылап өнімізді қосып, 1-2 болғанша араластыра беріңіздер. Достар, міндетті түрде біздің каналға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, WhatsApp группаларға ссылкасын жіберіңіздер, басқа қыздар да осы рецепт бойынша жасап үйреніп алсын. Жасалу жолы өте жеңіл, сіздер де жасай аласыздар. Осы рецепт бойынша жасағаннан кейін міндетті түрде астына комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, жауап беретін боламын. Міне тестамыз осылайынан дайын болды. Енді формамызды майлап аламыз да, үстіне тестамызды 1-2 қып жайып шығатын боламыз. Видеодағыдай әдемілеп осылайынан шетін шығарып жайып шығамыз. Енді үстіне мейіздерді, кураганы қосамыз, сосын грецкий орех саламыз. Грецкий орехті және кураганы ұсақтап, бөліп, турап жіберулеріңізге болады. Астына міндетті түрде рецептін жазатын боламын. Сол рецепт бойынша сіз де жасай аласыз. Міне барлығын 1-2 қып тәттілерді қойып шықтым. Енді үстіне 1 банка сгущенкамызды қосамыз. 1-2 болып әдемі болғанша тегістейміз. Пирог өте тәтті шығады. Міне қараңыз, почти дайын болды. Біздің пирогымыз. Енді бұны духовкаға 25-30 минутқа пісіріп алдым. Міне өте дәмді пирогты сіз де осылай жасай аласыз. Ас болсын.